Жаратылыстану сауаттылығы. Сабақта жаратылыстану сауаттылығын қалай қалыптастыруға болады? Жаратылыстану сауаттылығы дегеніміз адамның жаратылыстануға байланысты белсенді азаматтық ұстанымға ие болуы, әрі білімін қолдануға, ғылыми идеяларды қабылдауға әзірлігі. Ғылыми сауатты адам жаратылыстану ғылымдарына, технологияларға қатысты тақырыптарды талдайды, пікірін дәйектейді, әрі қорытынды жасайды. Жаратылыстану сауаттылығы белгілі бір құзыреттіліктерді болуымен анықталады. Олар құбылыстарға ғылыми түсінік беру, ғылыми зерттеудің негізгі ерекшеліктерін түсініп, әдістерін қолдана алу, қорытынды жасау үшін деректерді талдау және ғылыми дәлел келтіру. Жаратылыстану пәні оқу бағдарламасы бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыруға бағытталады. Слайдта оқу мақсаттарының мысалы келтірілді. Бастауыш сынып оқушысының жаратылыстану сауаттылығын қалай қалыптастыруға болады? Әрине, бұл сабақта тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады. Тапсырмалар шартты түрде 3 топқа біріктіріледі. Қалай білуге болады? Түсіндір, өзің жаса. Олардың бірінші тобы теориялық білімді қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар. Екінші тобына практикалық іс-әрекет барысында білімді қолдануды көздейтін тапсырмаларды жатқызады. Тапсырмалардың үшінші тобы өмірлік жағдаятты шешу барысында пайымдау дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік беретін қалыптан тыс тапсырмалар. Бұл тапсырмалардың қатарына пәнаралық байланысты жүзеге асыратын кіріктірілген тапсырмалар да енеді. Екінші сыныптағы жаратылыстану сабағы негізінде тапсырма түрлерін қарастырайық. Сабақтың тақырыбы қандай дене жарық өткізеді? Сабақтағы теориялық білімді қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар тобы ғылыми терминдерді түсіну және қолдану деңгейіндегі тапсырмалар, яғни ақпаратты тану және есте сақтау арқылы қайта жаңғырту. Мұндай тапсырма мен сұрақ үлгілері: су құйылған стақанға қара, судың қандай қасиеттері болады? Мөлдірлік деген не? Денелерді мөлдір және мөлдір емес топтарына біріктір. Мөлдір дене мен затқа мысал келтір. Тапсырмалардың екінші тобы білімді практикада қолданумен байланысты. Олар құбылыстарды түсіндіру мен сипаттау, өзгеру немесе процесс барысын болжау білігін қалыптастыруға бағытталады. Бұл тапсырмалар тек білімге ғана емес, құбылыстарды, модельдерді қолдана алуға да негізделеді. Оқушылар салыстыруға, қарама-қарсы қоюға, жіктеуге, модельді қолдануға, байланыстыру мен сәйкестендіруге, ақпаратты талдауға, оны қолдануға, мәселенің шешімін табуға, түсіндіруге, интерпретация жасауға үйренеді. Білімді практикада қолдануға байланысты тапсырма мысалдары: су мен сүтті салыстыр, ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Түсіндір. Сұйықтықтардың мөлдірлігін, басқа заттарды, мысалы қасықты, қолшамды, ағаш ойыншықты қолданып тексер. Эксперимент нәтижесін түсіндір. Тағы бір сабақта көлеңкенің өлшемі неге байланысты болады деген сұраққа жауап аламыз. Көлеңкенің ұзындығы жарық көзінің орналасуына байланысты ма деген сұраққа жауап беру үшін зерттеу жүргізіп көрейік. Бұл эксперимент үшін бізге жарық көзі, мөлдір емес дене және сызғыш қажет. Мөлдір емес денені үстелдің орта тұсына таман қой. Оның үстінен 1 см биіктікте жарық көзін орналастыр. Дене түсірген көлеңкенің ұзындығын өлшеп жазып ал. Екінші, осы денеге жарықты 3 см биіктіктен түсір. Тағы да дене түсірген көлеңкенің ұзындығын өлшеп ал. Соңында жарықты 7 см биіктіктен түсір. Көлеңкенің ұзындығын өлшеп, нәтижесін белгіле. Бұл нәтижелерді кестеге тіркеп, қорытынды жаса. Эксперимент нәтижесін кестеге тіркеп, қорытынды жасаймыз. Көлеңкенің өлшемі жарық көзі мен дененің арасындағы қашықтыққа байланысты болады. Оқушылар бұл білімді қалай қолдануы мүмкін? Ойлан, көлеңке театрының кейіпкерінің көлеңкесін қалай үлкейтуге болады? Эксперименттен алған біліміңді пайдалан.
Түйенің сұлбасын жарық көзіне жақындатсақ, оның көлеңкесі үлкейеді. Ал керісінше, сұлбаны жарық көзінен алыстасақ, көлеңкесі кішірейеді. Пайымдау дағдысын қалыптастыру тапсырмалары құзыреттіліктің үшінші тобына сәйкес келеді. Олар зерттеу жүргізу, алынған деректерге сүйеніп, қорытынды жасау біліктерінің дамуына бағытталады. Мәселені табу және талдау білігі маңызды кіріктірілген білік. Оны төмендегі дағдылар құрайды: сұрақ құрастыру, зерттеуді жоспарлау, жиналған деректер негізінде қорытынды жасау, дәлел мен аргумент келтіру, қалыптан тыс тапсырмаларды орындау. Бастауыш сынып оқушысы зерттеуді нұсқаумен жүргізіп қана қоймай, оның кезеңдерін түсініп, жоспарын құра білсе, жаратылыстану сауаттылығы арта түседі. 3-ші сыныпта өткізілген зерттеуді қалай жүргізеді сабағы бойынша зерттеу кезеңдерін қарастырайық. Зерттеу сұрағы: мұздың еру жылдамдығы оны қоршаған ортаға байланысты бола ма? Бізге мұз текшелер керек. Одан кейін фольга, мата, газет қиындысы керек, сондай-ақ таймер керек. Бірінші мұз текшесін алып, ашық қалдырамыз. Екінші мұз текшесін фольгаға ораймын. Үшіншісін матаға ораймын. Төртіншісін газетке ораймын. Мұзды матаға немесе фольгаға ораса ермейді деген болжамымыз анықтала ма, жоқ па? Соны да көреміз. Енді қарайық. Табақшада ашық қалдырылған мұз жартысынан көп еріді. Фольганы ашып көрейін. Енді ғана ери бастады. Шеті енді су болып келе жатыр. Газетке кішкене су жұқты. Бұл зерттеудің нәтижесін мен кестеге тіркедім. Қара. Ашық ауада жартысынан көбі еріді. Фольга, мата, газетте ерімеді. Бұл 5 минуттағы нәтиже. Ал ары қарай 10 минутта, 15 минутта тағы да тексеруге болады. Сонымен қорытынды жасайық. Мұз түрлі материалда түрлі жылдамдықпен ериді. Матаға ораған мұз ерімей ұзағырақ сақталады. Сен үйде мұздың орнына балмұздақты қолдануға болады. Сабақта жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыруға зерттеу негізінде оқыту моделін қолдану оң әсерін тигізеді. Ол бірнеше кезеңнен тұрады. Зерттеу сұрағын қою, ақпарат жинау, жауап моделін құру, таныстырылым және талқылау, рефлексия. Бұл модель цикл. Себебі рефлексия кезеңі келесі зерттеуге ынталандырып, жаңа зерттеудің бастамасы болуы мүмкін. Рефлексия кезеңінде оқушыларға қандай сұрақ ұсынуға болады? Жүргізілген зерттеу бойынша жасалатын рефлексия парағының мысалын келтіреміз. Сұрақтар: жұмысты орындау барысында қандай қиындық кездесті? Өзіңе не үшін жоғары баға қояр едің? Егер тапсырманы қайта орындау керек болса, нені басқаша жасар едің? Тапсырмаға тағы қандай ақпарат қосар едің? Қандай ақпаратты алып тастар едің? Сонымен, практикаға бағытталған тапсырманы сабаққа қалай енгізуге болады? Оның механизмін таңдау сабақ мақсатына, оқушының жеке мақсатына және сабақ кезеңіне тәуелді. Сабақты практикаға бағыттап ұйымдастыруға мүмкіндік беретін тәсілдерге тоқталайық. Бірінші тәсіл – материалды белгілі бір коммуникативтік тапсырмаға трансформациялау. Оған сұрақ қою, ескерту жазу, жүргізілген зерттеу туралы есеп құрастыру, график құру, бақылауды сипаттау жатады. Сондай-ақ жаңа материалды мұғалімнің түсіндіруіне дейін өздігінен оқып үйрену, яғни төңкерілген сынып технологиясын қолдану да тиімді. Оқулықтан алынған, не мұғалім ұсынған ақпаратты басқа дерек көзден, немесе зерттеу барысында алынған ақпаратпен толықтыру. Қарама-қайшы деректерді қамтитын, қарама-қарсы ұстанымды білдіретін, немесе әрқалай түсіндірілуі мүмкін материалмен жұмыс. Мысалы, Әмина мөлдірлік тек судың ерекше қасиеті деп санайды. Арман Әминамен келіспейді. Ол басқа денелер мен заттар да мөлдір бола алады деп есептейді. Кіммен келісесің? Ойыңды дәлелде. Сонымен бастауыш сынып оқушысы үшін оқу үдерісіне белсене қатысу, қоршаған әлемді тану,
сұрақты дұрыс қоя білу, эксперимент жасау, бақылау, қорытынды жасау өте маңызды. Функционалды сауаттылық бастауыш сыныпта кешенді түрде дамиды. Бұл болмысынан зерттеуші болып келетін бастауыш сынып оқушысының зерттеуге деген қызығушылығын арттыра түседі, оқуға ынталандырады. Сондай-ақ өз білімін күнделікті өмірде қолдана алатынына сенімді оқушыны қалыптастырады.